Бәріңіз сәлем достар. Бәріңіз бір кездері балалар болғанбыз. Бірінші сағат бойы мультфильм тамашалап отыра береді. Сүйікті кейіпкерлеріміздің орнына өзімізді елестетіп. Аң патшасы Арслан, Атлантиданың батыл ашушы, немесе әдемі ханшай болғымыз келген. Соңында бәріміз өстік. Ертегі шындыққа айнала алмайтыны белгілі болды. Енді біз өзіміздің шынайы оқиғаларымызбен қанағаттанудан басқа амал жоқ. Алайда кез келген ережеде ерекшеліктер бар. Бүгінгі видеода біз сіздерге шынайы өмірде камераға түсірілген мультфильм кейіпкерлерін көрсетеміз. Олай болса, кеттік. Адачи Хамада. Егер сіз кей-поптың фанаты болсаңыз, Қала батырлары деген мультфильм көрген болсаңыз, бір рет болсын сіздің басыңызға бұл баланы бір жақтан көрген едім деп ой туындайтын еді. Мультфильмде бір кейіпкер бар, шын адам ұқсайтын. Бас кейіпкерінің ағасы Хамада Чен оңтүстік Кореяның EXO атты группасының мүшесіне қатты ұқсайды. Міне суреттері. Скуби-Ду. Ол немецкий ит. Интернетте жарған ит. Өзінің түрі әлпеді, түсі Скуби-мен дәлме-дәл. Шын өмірдегі Скуби-Ду қылмыскерлерді ашу немесе призрактарды табалатынына сенімді емеспіз. Онымен қоса қызықты әзілдер айтпайды. Қорыққаннан өзінің иесін алы секірмейді. Ал бұлай мінездері бәрі айнымайды. Ол төсекте ұйықтағанын жақсы көреді. Тамаққа деген тәбеті шын Скуби-дан айнымайды. Симба. Бәріңіз Симба атты мультфильмнің жаңа версиясы шыққаны қуаныңыздар ғой. Кино шығар алдында барлық әлемде бейнеромалдар көптеп сатылып кетті. Адамдар өздерін моральный дайындады. Ең аянышты кезін шын өмірде көру үшін. Бірақ ешкім білмеген шығар. Симбаның прототипі шын арыстан болғаны. Танысыңдар, Балақай Пахати. Жақын арада ол өзінің екінші туғанын атап өтті. Пахати хайуанаттар паркінің қуанышы. Біріншіден ол Пахати хайуанаттар паркының туған бірінші арыстан болған. Ал екіншіден Пахати тірі модель. Пахати аниматорларға Симбаны салу үшін көмектескен. Хей достар, каналға жазылып лайк басып кетіңдер. Алдын ала үлкен рахмет. Қош сау болыңдар.